Сайын Мұратбек. Біреу. Әңгіме. Мылтықты кезіне бергені сол еді, кекіліктер дүр етіп сайдың екінші аласа қабағына қарай ұшты. Семіздіктен добалдай боп ауырлап, қиыршықтай жауған қармен лекте соққан жел өтінен қырындап әрең ұшады. Қарсы қабақта едәуір төменде ақ қардың ортасында қара қотырланып жатқан жықпыл тастарға әрең жетті. Бұл енді ес түсі қалмай далбақтап солай қарай жүгірген. Әбден еті қызып, елігіп алғаны сонша қардың қалыңдығында жолындағы етек жеңіне орала берген бұта бүргездерді де елең қылар емес. Екі көзі қарсы беттегі жықпыл тастар арасында қылтаң етіп жорғалап байыздай алмай жүрген кекіліктерде. Нағыз қызықшақ енді келген тәрізді. Кемінде екеуін түсіруім керек. Екеуін. Я сәт. Ертеден бергі сенделген еңбегі ақталайын деді-ау. Ақыры көңілге алғаны орындалатын болды. Бұйыртса Әлбек Дастеновичі оригинально дегізіп таңдайын бір қаққызатын болды. Кемінде екеуін алсам. Дәл сол жақ құлағының түбінен мылтық гүрс ете түскен. Өзі иығынан біреу қағып жібергендей тоңқалаң аса жаздап барып, жалп етіп отыра кетті. Осы мезетте мылтық тағы да гүрс етті. Есі сәл ауытқаған күйде не болғанын түсіне алмай ұмтыла беріп қайта шоңқиды. Аяғы көпсек қарға қара санынан кіріп кеткен. Бірдеңеге сүрініп кетіп жығылды ма, әлде еңіске қарай жүгіргенде өз екпінін іркей алмай ұшып түсті ме? Сол жақ иығы ып-ыстық болып тыз ете түсті. Онан соң қалың сан еті тызылдай жөнелді. Сәл есін жиғандай боп, бір мүлтіктің кеткенін сезіп, орнынан бірден ұшып тұрмай, әуелі төңірегіне қарады. Аспан әлемін тұмшалап, салбыраған бос тұман, қиыршықтап жауған қар түйіртпектері, леке соққан сая бір жел. Бәрінде енді ғана аңдап, енді ғана көргендей болды. Қарсы қабақтағы жықпыл тастарға көз салған, безектей жорғалаған кекіліктердің бірі де көрінбейді. Әлгінде күрсілдеп мылтық атылған кезде дүркіресе өркіп, төмен құзға қарай алыстай ұшқандарын көзі шалып қалған. Түгел ұшып кетіпті-ау. Қап, бір-екеуін сүріп алғанда болып еді, тым семіз екен өздері, деді өкініп. Әлбек Дастеновичтің таңдайын бір қаққызам ба дегенде көңілі құлазып салай берді. Содан кейін ғана өз жайын ойлаған. Әлгіндегі өз мылтығыма атылған. Құдай сақтап, аман қалғанымды қарашы, деп қойды күңкілдеп. Орнынан жайлап тұра беріп еді, сол қолымен сол жақ саны дуылдай ұйығандай боп, бүкіл өне бойын жайсыз бір тіріл билей жөнелді. Бас айналып, көзі қарауытып бұлдырап кетті. Шынымен ақ, өзімді атып алдым ба деген үрей келгенде есінен танып, қайта құлап қала жаздады. Омырау түймесін ағытып, оң қолымен сол жақ иығын сипалаған. Алақанына жылымшы бірдеңе білінді. Қолын көріп еді, қан екен. Онан соң дуылдап тұрған сол аяғын көтере берген. Қар үстіне шалбарының әлгіндегі оқ тескен жерінен қан тамшылаған екен. Мәссаған, ал керек болса. Тіпті қорқарын да күлерін де білмеді. Қорқайын десе, жанап өткен ажалдан аман қалғаны қандай зор олжа. Ал күлейін десе, қараптан қарап, айдалада өзін өзі жаралап алғаны мынау. Өз жүрегінің дүк-дүк етіп соққаны естіледі. Әйтеуір жүрегім аман. Сірә бұтыра жеңіл ғана жаралап өткен болу керек. Ауыр түйсе, бүйтіп отыра алмас едім ғой, деп ойлады. Жарақаттарын таңуды ойластырған, бірақ ол әрекетінен ештеңе шықпайтынын сезді. Біріншіден, мына суықта шешінуі қиын. Берзентпен тысталған қалың шолақ тон, сырмалы қалың шалбар шешінуге де, қайта киінуге де дорбиып өте қолайсыз. Екіншіден, немен байлайды? Жейдені жыртып байлағанмен оның себі болар ма? Тіпті қалай байлайды? Пәлендей ауыр жарақат емес қой. Тек әлгіндегі дүркірей ұшқан қалың кекіліктен құр қол кетудің еш жөні жоқ сияқты. Кекілікті соңдарынан қуат түссем бекен. Жүре бастап еді. Сайдың табанына қарай қар тіпті қалың екен. Егер ұзап түсер болса, кері қайтып шығуы қиынға соғатын түрі бар.
Оның үстіне буындары дірілдеп, құздағы қалың жықпал тастар арасымен секіріп жүре алмасына да көзі жетті. Қой, енді бас амандықта ауылға қайтқан жөн болар. Дәрігерге тезірек жету керек. Жеңіл шараның өзін ушықтыруға болмайды. Алдыңғы жылы Сұңғат деген жігіт бетіне шыққан шиққаның аузын жұламын деп, содан ақ ушығып өлді ғой. Ол кері бұрылып, бір кезге ілініп жатқан қос ауыз мылтығын көтерді. Бұтаға ілініп атылған екен. Мылтығына сүйеніп, таяқ қып, әлгіндегі өзі жүгіре түскен ізбен кейін қарай жайлап жүре бастады. Өне бойын тегі шайлаған діріл басылар емес. Ту, қатты қорып қалыппын ғой, деді даусын шығара күңкілдеп. Көңілін орнына түсірмек боп, тағы біраз тыныстай тоқтады. Иығы болмаса, аяғының жарақаты болымсыз ғана болу керек. Ауырғаны басылайын деді. Енді анық байқады. Қар едәуір қалың жауыпты. Кей тұстарда Қарасаннан келеді. Төңірек бұлыңғыр, жаяу бұрасын үрлеп тұр. Кей жерлерде әлгінде ғана өзі жүріп келген ізді жып-жылмаға етіп көміпте тастапты. Сәлден кейін ізінен мүлдем адасып қалды. Сәл тоқтап, өзінің тұрған жерін мөлшерледі. Бала күнінен қысы-жазы талай шарлаған өңір ғой. Анау кейінде қылған күркілдектің сайы. Өзі қазір жоңышқалы жамбасты көлденен кесіп келеді. Ал ауыл бұл арадан 6-7 шақырым. Көзін жұмып ақ тауып барады әлі. Тек қанды көп кетірмей тезірек жетуі керек. Әсіреуге әсте болмайды. Алғашқы ет қызу кезіндегідей емес, біртіндеп ауырсынайын деді. Сол иығы төмен тартып, зілденіп келеді. Сол аяғындағы пимасының іші де суланып, бір түрлі тітірендіре бастады. Бұрын білмеген екен, мылтығы мұндай ауыр болар ма? Көтеріп жүруге шамасы келмеді. Бауын ағытып, сүйретіп жүрді. Жә, ештеңе бола қойған жоқ қой, деді өзін өзі жұбатып. Тек әттең, бір-екі кекілікті атып ала алмағаны ғана өкініштақ. Сонау қаладан арнайы келгендегі мақсатының бірі сол еді. Әлібек Дастеновичтің таңдайын бір қақтырып, есін шығару еді. Өкініштақ. Жә, кекіліктің қайда екенін біліп алды ғой. Ертең күн ашылса, қайыра келеді. Иығы ақырын сырқырағандай болды. Жүрісі де тым өнімсіз боп көрінді өзіне. Бірақ мына қалың қарда бұдан қатты жүру мүмкін емес. Асықпай өстіп жүре берсе, 2 сағаттың шамасында ауылға жетеді. Бәлкім, шана жолға түскен соң шөп тартқан көлікте кездесіп қалар. Жә, бұл жарақатты ойлай берудің қажеті жоқ. Басқа бірдеңені ойлағаны жөн. Айтпақшы, бағанағы қарала төбет қайтты екен байғұс. Айдаладағы қақпанға қалай түскен? Өзі түскеніне 1-2 күн өткен болу керек. Өйткені әбден ашығып, қалжыраған түрі сондай тартына, аяғы да қиылуға шақ қалған екен. Обалай, егер мен кез болмасам, бүгінгі мына боранда қатып қалатын еді ғой. Өзім босатуда оңайға түскен жоқ. Ілгенін жұлып түстердей. Бұл дүниеде қақпанға түскен иттен ашулы ештеңе болмаста. Оны босатудан да қатерлі ештеңе болмас. Екеуі жарты сағаттай арпалысқан болар. Олай да, бұлай да әрекет етіп көрген. Тістерін ақсита сақылдатып, мұны мүлдем маңайлатпады. Тіпті бір сәт бұл өз обалың өзіңе деп тастап жүріп кеткісі де келді. Бірақ кете алмады. Азаппен өлгенше атып тастасам бекен деп ойлаған. Оған да дәті бармады. Қанша айтқанмен адамның қолында өскен хайуан емес пе? Кісінің көзі қимайды екен, аяйды екен. Ақыр үстіндегі тонын шешіп, итті сонымен бастырып жатып, қақпанды әзер дегенді ашқан. Аяғы босаған ит қаңқ кетіп үре жөнелді. Алды-артына қарамастан безді ғой сорлы. Көпке дейін қаңқылдаған даусы тау-тасқа жаңғырып, зыңылдап естіліп тұрды. Сол қақпан құрғырды құрып жүрген кім екен? Не түседі деп құрды екен? Ой, ақымақ. Оу, бұл мен қайда кетіп бара жатырмын? Тоқта, жел оңынан. Мен қырындап жүріп келем. Бағытым дұрыс делік. Ал онда мұна келе жатқаным қай жер? Мынау бұталар. Нағылған бұта. Сайдың қабағына өскен бүргес қой өзі. Бұл қандай сай? Менің жолымда мұндай сай болмаса керек еді. Иығы сырқырап ауыра бастады. Сол қолы мүлдем салақтап, мылтықтан да ауыр тартып кетті.
Әуелде жылмышы боп жөнді білінбеген қан, енді қойнын да, қонышын да толтырып шылқылдай бастаған сияқты. Бойы тітіркеніп, тоңазыған тәрізді күйге түсті. Шаршау ма, әлсіреу ме, бір нәрсе тұрған жерінде төмен қарай етегінен тартатындай. Жоқ, аялдауға болмайды. Тезірек ауылға жету керек. Айнала бұлыңғыр тартқан ақ түтек. Жел баяу ғана бұрай соғып тұр. Қиыршық қар ұныша еленіп себелейді. Апырай, шынымен ақ адасқаным ба? Мүмкін емес. Жайлап айқайлап көрген. Даусы онша шықпады. Боран қағып әкетіп көміп тастады. Қатты дауыстап айғайлауға иығы, бүкіл денесі сырқырап ауырып кетті. Мылтығын оқтады да, оң қолымен әзер деп көтеріп аспандата атты. Бірақ оның даусы да онша алысқа жетпейтін тәрізді көрінді. Мынау бір қызық жай болды-ау. Қой, не де болса алға қарай жүре беру керек. Күн кешкіре бастады. Әне, төңірек күңірек тартып келеді. Шіркін-ай, ең болмаса қас қағым бір сәтке күн ашыла қалса, бұл қай жерде тұрғанын төңіректі бір шолып біліп алар еді-ау. Онан соң мейлі, аспан айналып жерге түскен боран соқса да, ауылды тауып барар еді. Мынадай күнде қарғадым жерді анық көре алмай қор болады екенсің-ау. Қарда мұнша қалың түсермезі. Өзің нығыз. Мына боран онан сайын үстелеп жатыр. Жүру қандай қиын. Әттең, шаңғы болар ма еді? Қор болды-ау, қорғылды-ау, әттең. Бір ықтасын табылып, сәл демалар ма еді? Шіркін. Әбден шаршағанын сезді. Әлсірей бастағаны да анық. Бірақ тоқтауға болмайды. Тоқтаса бітті, жүруден қалады. Осы ет қызу күйден, осы қимылдан тынбау керек. Күші әлі де бар. Тек басы сәл айналғандай өне бойы төмен тарта береді. Біраз қан кетті. Соныкі болу керек. Жә, мұндайға алдыра беретін денсаулығы онша осал емес еді ғой. Осы өткен жазда ғана студенттердің құрылысшылар бригадасын, малшылардың құмдағы қыстауларын жөндеуге апара жатқанда, жолда машиналары бұзылып, өрттей жанған құмшағылдың арасында елді мекеннен 150 шақырым алыста 5 тәулік отырып еді. Сонда мұнан өзгенің бірде-бірі шөл мен ыстыққа шыдай алмай, 4-ші тәулікте мүлде қирап түскен. Ал бұл болса, қолына бақыр алып, төңіректен құдық іздеп еді. 5 тәулік дегенде зорға деп бір ескі құдықты тауып, содан бақырмен су тасып, бүкіл бригаданы ажалдан алып қалған. Жо, денсаулығы мықты. Бұл не қылған ағаш? Мына жер терең жара боп шықты ғой. Бұл қай жыра? Осы мен жалғыз ағаштан бірақ шыққандан саумын ба? Дәл солай. Мынау сол жыраның қақ желкесіндегі долан ағаштың өзі ғой. Бұл жыраның жалғыз ағаш аталуы да осыдан. Мәссаған, оның көңілі мүлдем құласып, жабығып кетті. Отыра қап, ұлуға сәл-ақ қалды. Ауылға жетем ба деп ентелеп ала сұрғандағы жеткен жері жалғыз ағаш. Бұл жыра ауылда мүлде қиғаш, 10 шақты шақырым жер. Көзі жасаурап, долана ағашқа қарады. Селдірген, қисық-қисық жалаңаш бұтақтар селк-селк етеді. Әр жерінде бір үшеу-төртеуден моншақша салбыраған доланалар көрінеді. Енді ауылға қарай жүру үшін ылғи сол жақ жауырынын тосып отыру керек. Бірақ ауылға жете ала ма, жоқ па? Күн болса кешкірді. Айнала күңгірттеніп семіп барады. Әлгіндегі жаяу борасында үдей түскен. Сол қолы сып кеткен сияқты, қозғауға болмайды. Үстіндегі киімі де зілдей. Тек бір көрімі жылы. Осы ауылға қарай бетін түсеп алды да, ілгері жылжып жүріп кетті. Бала кезінен өзінің асыр салып өскен жері. Соғыс жылдары апасы осы жалғыз ағаштан пішенде жүргенде талай рет сусын әкеп беріп еді. Мына жалғыз ағаштан талай рет долана үзіп жеп еді. Көйлегін ышқырланып ап, қойнын толтырып теріп алатын. Әкесінен қара қағаз келгенде анасы екеуі осы долана ағаштың түбінде отырып көрісіп жылап еді. Балалығы ғой, сонда жылап отырып долана жегені есінде. Апасының көзін ала бере, аузына 3-4 долананы тығып жіберіп, сүйектерін бір шақыртынан ытқытып отырып жылаған.
Аттырмада жүрген Айташ бұлардың қасына кейінірек келген еді. Інісінің қылығы ішіне симай кеткен болу керек. Сонда алғаш рет мұны желкеден қатты бір түйіп қалып еді. Сондағы жалғыз ағаш осы. Содан бері қаншама жылдар өтті. Ал жалғыз алғаш сол бір қалпы. Ол кейін бұрылып қараған, селдіреген жалғыз түп долана бұлыңғыр тартып, едәуір кейінде қалыпты. Осындай боранды күнде оның бүкіл ен далада жетімсіреп тұрған аянышты күйін көремін деп сірәді ойлады ма? Жазда жапырағын шайып, жемісі мәулеген кезде бүкіл осы өңірдің бар күш қуатын бойына жиған құдіреттей боп тұрушы еді. Құс атаулы соның бұтақтарына жиналатын, ұя салатын. Пішенші колхозшылар түскі ыстықта соның самал салқын көлеңкесіне саялайтын. Жалғыз ағаш. Қыста бұл жаққа адам ізі түспейді. Шөпті колхоз күзден тасып алады. Сондықтан бұл далада қалар болсаң ешкімнен көмек күтпе. Бұл жақтан ешкім сені іздеп те шықпайды. Іздеу демекші, егер бұл далада қалар болса, бүгін түнде мұны ешкім іздемейді. Өйткені аңға шығып, талай рет далада түнеп, бәтіштің етін әбден үйреткен. Алғашқы кездерде бұл аңнан мезгілінде қайтпаса есі шығып, қатты мазасызданушы еді. Бір-екі рет бүкіл ауыл аймақты аяғынан түк тұрғызып, тегіс дүрліктіргенде болатын. Ал бұл болса, аңның қызығымен жүріп, кештің қалай түскенін аңдамай қап. Содан ауылға қайтуға ерінетінде, жақын маңдағы елді мекендерге түней салатын. Келе-келе бұл кешкісе де, далада түнесе де, қарындасы еш алаңдамайтын боп алды. Ту, мына мылтығы құрғырдың ауырай, өлік сүйреткендей оң қолын әбден талдырдау. Тастай салғысы кеп бір тұрды да тастамады. Өзі мынадай халде келе жатқанда, кең далада ит-құс кезігіп қалса, қиын болар деп ойлады. Боран кәдімгідей үдей түскен, зәрлі, суық, түтеленген қар алдар торап көзді аштырмайды. Ұлиды. Шіркін-ай, сәл аялдап демалар бір ық болса. Жасыратын не? Жарақаттар жанда батайын деді. Сыздап ауырып келеді. Қараңғылық даланы тез қымтап алды. Әр түрлі ойлар мазалады. Айташ деген ерні қыбырлап. Солақ екен көзінен ыстық жас парлап жөнелді. Үш құса боп, қыстығып келе жатқан құладүс көңіл ал кеп өксісін. Не жаздым мен? Мына дүниеге осынша қорлайтындай. Айташ-ау, неге мені тастап кеттің? Тірегім жалғыз сен едің ғой. Е, кеңнің осыдан тірі қалсам бәрін құртам. Бәрін құртармын-ау. Итшілеген опасыз дүние-ай. Бір-біріне байланысы жоқ сөздерді ызалана, кіжіне сөйлеп жылап келеді. Әлде кімдерге, бүкіл дүниеге өксік аралас кішініп келе жатты. Әлденеге аңдаусыз соғылып қап, кейін қарай шалқасынан құлап түсті. Қалың қарға көміліп қап, тұншыға үйелеп орнынан әсер тұрған. Маңдай алдында дүңкиген бердеңе тұр. Үй емес, бірақ биіктігі, ұзындығы кішігірім тамға ұқсас. Айналып өтіп, әлгінің ық жағына келген. Қалың қар басқан шөп екен. Бұған да шүкір. Шөптің ығында тұрып, біраз есін жиғандай болды. Шіркін, сіріңкен болса ғой, қазір от жағып жылынып алар едім, деп ойлады. Онан соң сау қолмен жұмалап тартып, шөптің түбінен қуыс жасауға кірісті. Сығылып жатқан шөпті тарту мұндай қиын болар ма? Оның үстіне күш салып қимылдаған сайын сол иығы солқылдап үзіліп кете жастайды. Демала тұрып, ұзақ үңгіледі шөпті. Ақыры бөксесін тығып кіріп отыратындай қуыс жасап алдау. Босаған шөпті қуыстың ауыз жағына қопсыта үйіп қымтанып шауып алды. Шөптің ашқылтым кермек иісі танауын жыбырлатып екі-үш рет түшкірініп қалған. Иығы да, қалың сан еті де солқ-солқ етіп сырқырап кетті. Бойы дел сал боп қалжырап әбден шаршаған екен. Енді сезіп жатыр. Мүлде қозғалғысы келмейді. Ақ түтек, боран шайлаған дүние бір бөлекте, мынау шөптің қуысында бүрсе түсіп өне бойы енді жылына бастаған бұл өзі бір бөлек сияқты. Бұл маңайдағы шөптің бәрін колхоз қара күзден тартып алушы еді.
мынау нағып қар астында жатқан жалғыз шошақ екен деп ойлады. Әлде жеке меншіктің шапқаны ма екен? Бірақ олар колхоздан бұрын тартып алар еді. Мейлі, неғып қалса да, маған жақсы болды. Ол ұйқылы ояу мажыраған күйде жатып қалғып кеткен. Аз ұйықтағаны да, көп ұйықтағаны да белгісіз, селк етіп шошып оянды. Біреу қуыс аузындағы шөпті жұлқылап шашып, бұған қарай қол созғандай болған. Тіпті тонының етегінен тартқандай болды. «Әй, бұл кім?» деген бұл даусы ышқына шыға айғайлап. Әлгі нәрсе кейін қарай ытып кетті. «Бұл кім деймін? Адамбысың, әй!» Бірақ ешкім үн қатқан жоқ. Шөптің сыбдыры басылып, тым-тырыс бола қалды. Бұл енді ұйқысы ашылып, есін жиып, астында жатқан мылтығын алды. Қараңғыда қолымен сипалай отырып, оқтап қойды. Енді тағы сөйтіп, бірдеңе мазалайтындай болса, тура басып салайын деп ойлады. Ал егер адам болып, мені сынағалы жүрген біреу болса ше? Бәлкім, адасып кеткен мал болуы да кәдік. Өзім бірден қорқытатайын. «Кімсің ей? Қане кел!» деген тағы да дауыстап. Даусы соншалықты әлсіз қарлығып шықты. Қатты дауыстағаннан иығы біз сұғып алғандай шаншып кетті. Дала тым-тырыс, ешкім үн қатар емес. Әлгіндегі ашылған шөптің арасынан желменен үйіріле соғып, қар түтеп кіріп тұр. Бұл тас қараңғы түнге тесірейе қарап, тың-тыңдап, біраз жатты да, онан соң қолын созып бос шөппен әлгі ашылып қалған жерді қайта қымтап қойды. Ұйтқыған шел болар деп түйді. Дегенмен ұйықтамау керек. Оң қолымен сол жақ иығын сипалаған. Қан әлі де тиылмаған сияқты. Қолтығының асты, бір жақ бөксесі тегіс шыланып жатқан сияқты. Сол жақ саны да шылқылдап жатқанын сезді. Үңгірдің аузындағы шөпті біреу кеп шашып жіберді де ішке қарай өңмендей соғынды. Бұл тағы да селк етіп шошып кеткен. «Ей, бұл кім? Атамын!» деді жан даусы шыға. Саусағы ілгіп тұрған шүріппені басып қалғанында аңдамай қалған өзі. Әлгі соғынған нәрсе кейін қарай серпіліп кеткен. Бұл жолы аңырая ашылған тесіктен бұл қараңдай секірген қасқырды шалып қалды. Дереу мылтығын солай қарай кезеніп екінші оқты датқан. Бірақ тегіз алған жоқ. Енді жалма жан оң шынтайынан тағы 2 патронды алып, мылтығын сипалана отырып оқтап қойды. Өне бойы діріліп кетті. «Қарай көр, оңай олжа деп келгенін», деді дауыстай сөйлеп. Дауыстай сөйлеп еді, өзіне өзі дем бергендей боп қалды. Осы мезетте боранды түнді күңірентіп қасқырдың ұлығаны естілді. Жоқтау айтқандай, ал кеп ұлысын. Үзіп-үзіп тұр бұлыйды. Біресе оң жаққа, біресе сол жаққа. Енді бірде желдің өтіне шығып бұлыйды. Дүниедегі қасқыр атаулының бәрін зар еңіреп шақырғандай күңіреніп тұрып алды. Кім білген, қасқырдың ұлығаны мұндай жексұрын болар ме еді? Төбе құйқасы шымырлады. Зәре имандалады екен. Бұл мылтығын қыса түсіп, оқшамтайдағы оқтарын сипалап түгелдеп қойды. Әлі 5-6 патроны бар екен. Бос қатпауым керек. Тек үңгір аузына таяп келгенде ғана көздеп атуым керек, деп қойды. Әлден уақытта шөп түбіндегі қасқырдың ұлуына жауап қатып, алыстан ұлып, белгі беріп, басқа да қасқырлар кеп қосылғандай болды. Енді ұлу біреу емес, 2, 3 боп қосылана күңіреністі. Тістерін сақылдататын сияқты. Бірі шөптің оң жағына, бірі сол жағына, бірі төбесіне шығып алған сияқты. Бұлар қайдан қаптап кеткен, ей? Деді өзінің де тістеріне тимей дірілдеген бұл. Бұлаң етіп біреуі үңгірдің алдына секіріп түскен. Бұл шіріппені басып қалды. Қанқ кеткендей болды да, әлгі ыршып барып, ары қарай ұшып түсті. Құлаған құламағаны белгісіз, көрінбеді. Ұлығандары бір сәт басыла қалды. Ырылдасқан, ырылдаған дыбыстар естілгендей. Бұрын басқалардың айтқандарын талай естіген. Бір қасқыр қан шығып жараланса, басқа қасқырлар оны талап жеп қояды деп. Бәлкім сол сөз есіне түскен соң, бұған әлгі қасқырды басқалары талап жеп жатқанда естілді. Қалай деген күнде де бір сәт төңірек тым-тырыс тына қалды. Әлгіндегі атқан оғының орнына тағы бір патрон салып қойды. Үңгір аузына келгенін өстіп бір-бірлеп түсірейін де отырайын.
өздерін құрып кетті деп жүруші еді, қайдан көбейіп кеткен? Қасқыр болмаса, табиғатта індет аурулар көбейеді екен деп, соңғы жылдары қорғаушылар шыға бастап еді. Содан бері жетілгендер ау шамасы. Соғыс жылдары қасқыр қаптап кетіп еді. Ауылдың төгіреңіне 10-15-тен үйір-үйір боп келіп тұрауылдап жүруші еді. Бірде таңертеңгісін бұдан бұрын тұрып, сиырға шөп салып жүрген Айташ қора үстінде тұрып, ойпырмай, мұна қасқырлардың көбін-ай, деген. Бұл қора үстіне тырмыса шығып, ауылдың етек жағындағы құзға қарай бірінің соңынан бірі бүлкектей еріп, шұбап кетіп бара жатқан ылғи бір түстік көк шолан иттерді көріп санап еді. 19 екен. Ауылдың адамдарының айқай шуына, иттердің шабалана үлгендеріне мыңқ деместен бәрі жай барақат бел асып құзға түсіп кетті. Сол жылдары ауылдан селкеу шыққан малды да, адамдарды да қасқыр тартып кетіпті. Қасқыр жеп қойыпты деп жиі айтылатын. Неше түрлі үрейді ұшыратын әңгімелер тарайтын. Қасқыр адамның алақаны мен табанын ғана жемейді екен. Өйткені адамның алақаны мен табаны улы болатын көрінеді. Қасқыр адамды алып жатқанда бірден бүйірін шарып жіберіп, бүйрегінен бастап үңгіп жейді екен. Сұмдық-ай, осындай әңгімелерді естігенде төбе құйқасы шымырлап, зәре құты қалмаушы еді. Содан оның бәрі ұмыт боп кетті. Енді міне, есіне түсіп отыр. Соғыстан кейін ер азаматтар қайтып оралған соң, көп адам үшін қасқыр қағу, қасқыр аулау серлік селге айналып, тіпті кейбіреулер қасқыр аулап, терісін өкіметке өткізіп, бәйге алуды кәсіпке айналдырды. Сөйте-сөйте күндердің күнінде қасқырдың тұқымы құрып бара жатыр. Оны әсте құртуға болмайды. Оның табиғат үшін пайдасы көп жыртқыш деген сөз шықты. Енді оны бұрынғыдай ауламайтын болды. Сөйтіп бүгінде міне көбейген түрі бар. Егер қаруы жоқ адам мынау түнде әлгіндегі қасқырларға тап болса, әрине парша-паршасы шығады. Өне бойы талаурап, ауыр тартып, қиналыс күй басталғандай. Еріндерін шалап еді, тіліне егеудей тиді. Басы сеңіп айналып, өлердей қатты шаршаған сезді. Шіркін, ештеңе ойламастан ұйықтарым едім. Бірақ ұйықтауға болмайды. Әне, ұлу тағы да естілді. 2, 3, 4. Оу, көбейе түсіпті ғой. Жақындап келеді. Мұның демі тарылып, өне бойы қалтырап кетті. Оқшантайын ыңғайлап, мылтығын құса түсті. Оқты текке шығындамай, тек жақын келгендерін атайын. Бірақ мұның ойын сезгендей, олар да жақындай қоймады. Шөптің ық жағынан кеп, әудем жерде ұйлыға тұрып жарыса ұлиды. Бірі тіс ауырғандай жағын қысып, сылзылта созы болыса, бірі тамағынан жөтелгендей күркілдей ұлиды. Қалай дегенде де құлаққа жағымсыз. Шөпке жақындамай, әрі-бері сенделіп жүре бастағандары да көрініп тұр. Әлгіндегі біреуін атқаннан кейін батып, келуге беттемей қалған сияқты. Біртіндеп мұның да қалтырағаны басылып, олардың ендігі әрекеттерін қалт жібермей бақылап отыр. Амандық болса, қалаға қайтқаннан кейін майын тамызып әңгімелейді ғой. Әсіресе Әлбек Дастеновичке жырдай қып айтар еді. Кекілік атуға шыққанында басымнан кешкенім дейді ғой. Өзіне аяныш, мүсіркеу туғызғандай етіп айтады. Әлбек Дастеновичтің көзінде ең болмаса бір сәтке байғұсай дейтіндей аяныш туса болғаны. Өзі де осы жолға ауылға келісі, кеше бір қойды үйттіріп қойғаны. Бүгінгі кекілік аулай шыққаны бәрі де сол Әлбек Дастеновичтің көңілін табу үшін. Егер сәті түсіп, со кісі тағы бір демеп жіберсе, докторлығын қорғап алса, осы қорлық, осы азаптар бір күнгідей болмас еді-ау. 40-қа жетер-жетпесте ертең-ақ ғылым доктор атанып, шіреніп отырар еді. Айташтың арқасында еш жетімдік, жоқшылық көрмей ерке өсті. Өзі оқи алмай қалған Айташ жанын салып мұны оқытты. Орта мектепті бітіріп әкеп, институтқа түсірді. Одан аспирантурада да қалдыртты. Кім арқылы, қалай тапқанын кім білсін, алғашқы күннен ақ осы Әлбек Дастеновичпен танысып, жақын боп алды. Қыз соғымын, жас сойысы малын әкеп беріп тұратын. Жақсы оқы, ештеңеден тарылушы болма.
Жаным кеудемде болса, осы сені жеткен жеріңе дейін оқтам. Анау дәстені ішің ашсаң алақанымда, жұмсам жұдырығымда болады менің. Өңештен жақын не бар дейсің? Ол шіркіндерде, дейтін еді Айташ. Қайран бауырым дегенде тұрып бақтау. Тек кежегесі кейін кетіп, тұсаулаттай шоқаңдап қалған мұның өзі ғой. Аспирантураны бітірген соң жаңалық ашам, бір керемет диссертация жазамын деп сандалып жүріп алды емес пе? Әні міне мен сандалып жүріп уақытын өткізіп алды. Сондағы ойы ғылымға адал болу еді. Сөйтсе Айташтың арқасында байқалмаптау. Ғылымда мықты бола алмасаң, ептілік керек екен. Осыдан 2 жыл бұрын Айташ күтпеген жерден жүрек ауруынан кетті. Қайран Айташ, нағыз ерекен ғой. Орта білімі де жоқ бола тұра, бұл үшін қаншама істер істеген. Әлібек Дәстенев сияқтылардың жанды жерлерінен тап басып, тұрып беткізбей ұстаушы еді. Кезінде бұл Айташтың не істеп, не қойып жүргеніне еш мән бермейтін. Бүгінде ойлап қараса, ағасы керемет іскер жан екен. Соның бәрін қалай ұйымдастырып, қалай реттегеніне бұл айран асыр қайран қалады. Әттең дүние. Оқитын адам бұл емес, сол Айташ екен-ау. Селк ете түсті. Дәл төбесінен, шөптің үстінен қасқыр олып қоя берді. О, дүние-ай, құр болған жерім-ай, деп ыңырана түсіп, құрысқан аяқтарын қозғап қойды. Осыдан тірі қалар болсам, дүние-ай, ит тірлігін құрып кетсін де сенің. Тісін тағы да қайраған. Бұл жолы тістерінің шықырлағаны сондай, аузында уатылып кеткендей боп көрінді. Әйелі түсті есіне. Толық денелі, кербес қимылдайтын келіншек. Алғаш қосылған кезде соңғақ бойлы талдырмаш. Бір орнында тұра алмайтын, бала қылықты еркеді. Анда-санда көзін бір жалт еткізгені болмаса, адамның бетіне әстек қадалып, тура қарамайтын. Соңғы жылдарда туысқан сайын, жүріс-тұрысы саябыр тартып кербезденіп, енді жұрт алдында ылғи күлімсіреп, бұған сынағандай сүзіле отырып, ұзақ қарайтын әдет шығарды. Кейсәт тісінің арасынан ғана астар тастай сөйлейді. Слушай, ел қатарынан қалмау үшін қорғауың керек, кейін кеш болады дейді. Сөйтеді де, өзі ауыр күрсініп қояды. Өткенде ағайдың біздің үйден дәм татпағанына да көп болды. Тіпті ұялып жүрміз, деген қылымсый күліп. Әлібек Дәстеневичті қонаққа шақыру идеясы да дәл осы сөзден кейін мықтап қолға алынды. Қапы қалмайық, туыстарыңа барып, бір семіз қойды үйітіп әкел. Енді өзім қолға алмасам, сенен түк шығатын емес, деді. Содан осы жолы ауылға туыстарына кеп қой үйіттірді де, және өзі бүгінгі күні кекілік атып алуға шықты. Ақыры бүрісіп, шөп қуысында отырған түрі мынау. Егер мен өлсем, әйелім қайта деді. Бірақ қанша ойланса да, әйелінің дәл қайтетінін біле алмай дау болды. Балалар ше, 3 класста оқитын ұлы, 1 класста оқитын қызы қайтер еді? Әрине, олар жылайды. Бұл өзі әкесіз өскендіктен өте балашанды болды. Сонысын балалары сезетін де шешелеріне қарағанда мұны көп жағалайтын. Иығы солқылдап ауырып кетті. Тістенген кезде шүріппені саусағы басып қалған болу керек, мылтығы гүрс атылды. Шіркін-ай, бір жұтым су болар ма еді? Қолын созып үңгірдің аузындағы қардан уыстап алып аузына салды. Түх, рахат-ай, қолын созып қардан тағы да уыстай асады. Егер осыдан тірі қалсам, көше сыпырушы болар едім шіркін. Қандай рахат жұмыс десеңші. Ешкімге жалпақтамайсың да, жалтақтамайсың да. Ертеңгісін ерте тұрып, жылы киініп алып, таза ауада жүріп, өзіңе қарасты көшені тазалап сыпырып шығасың. Денің сау, тамағың тоқ, ойың еркін. Киімің де қарапайым, көшеден әрі-бері өтіп жатқандардың бірде-біріне пысқырмайсың. Өзіңмен өзің, өзіңмен өзің. Әне, Айташты қара, күліп келе жатыр. Мұның не, оқуың қайда дейді? Мұның қолындағы үлкен сыпырғышына қарап, тастадым бәрін, тіпті әбден шаршадым, деді бұл. Тек ұрса көрмеші, Айташ. Жоқ, ұрыспаймын. Жүр, бір жерден барып, салқын сыра ішейік, деп Айташ қолтығынан ұстады.
Жүр, мен де қатты шөлдеп тұр едім, деді бұл. Сыпырғышы әлденеге ілініп қалған. Бұл қатты тартып қалды. Көрсеткен мылтығының үнінен шошып оянды. Бір көрімі, мылтығының стволы үңгірден шығып, алға кезеніп жатыр екен. Қолын созып, қардан іліп алды да бетін сықылады. Көзін сүртіп уқалады. Дала сол, тастай болған меңіреу. Түнек қалпында. Қар себелеп тұр. Жел асынай ұйтқып тұр. Маған еш ұйықтауға болмайды. Дәл мен үшін ұйқы жау, деп қойды. Мылтығын сипалай отырып, қайыра оқтады. Әлгі қасқырлар менен үміттерін үзіп, жоғалған әусірә. Үңгір аузынан қараңғыға шаншыла қараған. Жылт-жылт етіп, от көрінгендей болды. Біреу емес, екі от боп көрінді. Сәлден кейін оның қасынан тағы екі от көрінді. Көп ұзамай үшінші екі от, төртінші екі оттар көрінді. Бәрі тізіле қапты. Сайтандар, құрыңдар қане, деп ақыр айқайлаған. Бірақ өз даусы өзіне әсер естілді. Құр өз көңілінде айқайладым дегені болмаса, даусы жоқ еді. Қозғалақтаймын деп, танауына шөптің кермегесі кіріп, қатты түшкірінген. Иығы да, қара саны да біз соғып алғандай шаншып кетті. Оның есесіне бітелгендей боп тұрған құлақ ашылды. Енді ғана естіді. Төңірек тегіс азынап ұлып тұр екен. Боранды дала, анталаған қасқырлар, бәрі қосылып алған сияқты. Құр болғаным-ай, ең болмаса адам сияқты өліп, қолдан желенетіндер де бақытты екен-ау. Егер осыдан өлер болсам, мыналар менің түгімді де қалдырмайды ғой. Сұмдық-ай, ендігі жерде мен тірі қалмаймын. Өлемін, ол анық. Тек мына қасқырларға жем болмасам екен. Қалайда таң атқанша шыдауым керек. Онан соң сүйретіліп болса да алға жылжимын. Елді мекенге жетіп өлуге тиіспін. Басқа арманым жоқ. Тезірек таң атса екен. Ойпыр-ай, неткен ұзақ түн. Кенет үңгір аузына көзді аштырмастай қар борай жөнелді. Бір алапат күш мұны бір жола қармен көміп тастардай бұрқыратып жіберді. Жан-дәрмен мылтығын алға кезеніп, шүріппені басып қалған. Қыңқ еткендей дыбыс шықты да, боран сап басылды. Әлгіндегі оттар жанған тұста арпалысқан қыран-құран көрінді. Қаңқылдағандай, арсылдағандай дыбыстар естілді де, бір сәтте бәрі көзден ізім қайым жоғалды. Ендігі жерде мұның бойында бұрынғыдай қорқыныш та, үрей де жоқ еді. Денесін зілдей ғып ауыр тартқан қорғасын салмақ бар. Буындарын ұйтқан ұйқылы ояу мең-сең күй бар. Есіне жамау-жамау көйлек киген, етегіне масақ терген анасы түседі. Еңгезердей алып денелі ағасы Айташ түседі. Үйге келгенде папалап қасынан шықпайтын ұлы мен қызы түседі. Қайран менің ет жүректерім. Ұйықтап отырма, ояу отырма, өзіне де белгісіз. Таң алдында жаяу борандың басылғанын да, аспанның біртіндеп ашылғанын да аңғарған жоқ. Әппақ қар басқан далаға ертеңгі күн өткір сәулесін шашқанда да бірден селт ете қоймады. Күн сәулесі әуелі шөптің төбесіне қонып, одан жылыстап, төмендей кеп үңгірдің аузына сұғынғанда ғана ол көзін ашты. Ешбір қуана да, сергеде де алмады. Әзердеп, сүйретіліп тысқа шықты. Ең соңғы күшін жиып, шөпке сүйене тұрып, төңірекке көз жіберді. Алыста трактор сүйреткен шана ма, бірдеңе қарауытады. Бірақ оған анықтап қарауға басы айналып, көз жанары жетпеді. Мылтығын шөпке сүйеп көтере тұрып бір атты да, бір жағына қарай қисайып құлай берді. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетуді ұмытпаңыз.